Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 2-ші сыныптың математика сабағы 88-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бір санмен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері. Санды бірге көбейткен кезде сол санның өзі шығады. Бірінші тапсырмаға қарайық. Көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтінділердің мәнін есепте. 1 мен 3-тің көбейтіндісі ол 1-ді өз-өзіне 3 рет қос деген сөз. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3-ке тең. 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3-ке тең. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2. 1 мен 2-ның көбейтіндісі 2. 34 пен 1-дің көбейтіндісі 34. 1 мен 7-ның көбейтіндісі 7-ге тең. Екінші тапсырманы қарайық. Көбейтінділердің мәнін есепте. 26 мен 1-дің көбейтіндісі 26-ға тең. 1-ді көбейтеміз 17 мен 34-дің қосындысына. 17-ге 34-ті қосқан кезде 51 шығады. 1-ді 51-ге көбейтсек 51. Ары қарай 40 пен 24-тің айырмасын көбейтеміз 1-ге. 40-тан 24-ті азайтқанда 16 шығады. 16-ны 1-ге көбейтеміз 16. Ары қарай 1-ді көбейтеміз 37 мен 3-тің қосындысына. 37-ге 3-ті қосқан кезде 40 шығады. 1-ді 40-қа көбейтеміз 40. Ең соңғы 3-ші бағанын қарайық. 28-ді көбейтемін 14 пен 13-тің айырмасына. 14-тен 13-ті азайтқан кезде 1 шығады. 28-ге 1-ді көбейтеміз 28. 25 пен 24-тің айырмасын көбейтеміз 13-ке. 25-тен 24-ті азайтқан кезде 1 шығады. 1-ді 13-ке көбейтеміз 13. Ары қарай 4-ші тапсырманы қарайық. Өрнектердің мәнін тап дейді. 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7-ге тең. 6 бөлінген 1 тең 6. Санды 1-ге көбейткен кезде сол санның өзі шығатын болса, санды 1-ге бөлгенде де сол санның өзі шығады. Келесі бағанын қарайық. 35 азайту 13 көбейтілген 1. 35-тен 13-ті азайтқан кезде 22 шығады. 22-ні 1-ге көбейтеміз 22. Келесі 64 азайту 60 бөлінген 1. 64-тен 60-ты азайтамыз 4. 4-ті 1-ге бөлеміз 4 шығады. 3-ші бағанын қарайық. 97 бөлінген 1 тең 97. 0 қосылған 1 көбейтеміз 1-ге. 0 мен 1-дің қосындысы 1-ге тең, оны 1-ге көбейтсек 1 шығады. 83-ті бөлеміз 19 пен 18-дің айырмасына. 19-дан 18-ді азайтқан кезде 1 болады. 83-ті 1-ге бөлеміз 83. Келесі 29 қосылған 19 көбейтілген 1. 29-ға 19-ды қосқан кезде 48 шығады. 48-ді 1-ге көбейтсе 48. Ары қарай 5-ші тапсырманы қарай. Мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз. Номері 5-ші. 9 пен x-тің көбейтіндісі 9 бен x-тің көбейтіндісі тең болады 8 бен 1-дің қосындысы көбейтілген x. Өйткені 8-ге 1-ді көбейтсек 9 болады. Сонда 9 көбейту x екеуі бір-біріне тең болады. Ары қарай x бөлінген x көбейтілген 7. X көбейтілген ол бізде 7 азайтылған 0 көбейтілген x екеуі тең. Өйткені 7-ден 0-ды азайтқан кезде 7 болды. 7 көбейтілген x екеуі бір-біріне. Келесі x бөлінген 1. X бөлінген 1, бұл жерде 45 азайтылған 40. Көбейтілген x-ке тең. Өйткені, қараңыздар, санға 1-ді бөлген кезде сол санның өзі шығады. Санға 1-ді көбейткен кезде де сол санның өзі шығады. Мына жерде 45-тен 44 тағылған кезде 1 болады. Сонда 1 бөлінген x тең 1 көбейтілген x.
екеуі бір-біріне тең болады. Әрі қарай 6-шы тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Ат спорты жарысына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы? Берілген жазамыз. Әр топта 9 ойыншы, топ саны 4-еу, барлығы белгісіз. Бұл жерде барлығын табу үшін 9-ды 4-ке көбейтеміз. 9-ды 4-ке көбейткенде 36 шығады. Жауабы барлығы 36 ойыншы. Барлығы 36 ойыншы деп жазамыз. Ары қарай 7-ші тапсырманы қарайық. Сантиметрмен 12 деп шығар. 6 дециметр 3 сантиметрге қосамыз 2 дециметр 8 сантиметр. 12 деген кезде 63 сантиметр қосылған 28 сантиметр болды. Сонда 91 сантиметр. 84 сантиметрден азайтамыз 5 дециметр 7 сантиметр. Өрнектейміз. 84 сантиметрден азайтамыз 57 сантиметрді. 27 сантиметр қалады. 3 дециметр 6 сантиметрді бөлеміз 1-ге. 3 дециметр 6 сантиметр дегеніміз 36 сантиметр. 36-ны 1-ге бөлгенде 36 сантиметр шығады. 5 дециметрді көбейтеміз 2-ге. 5 дециметріміз біздің 50 сантиметр. 50 сантиметрді 2-ге көбейтеміз, сонда 100 сантиметр шығады. Әрі қарай 8-ші тапсырманы қарайық. Теңдіктер құр дейді. Асы 56 және 55 сандарының айырмасы мен 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең. Осылай жазамыз. 56 мен 55 сандарының айырмасы 1-ге тең болады. 1-ді 13-ке көбейтсек 13 болады. Әсін қарайық. 16 мен 15 сандарының айырмасын 4 есе арттырса 4 шығады. Ол қалай? 16 мен 15 сандарының айырмасы. 16-тан 15 азайтқан кезде 1 болады. Оны 4 есе арттырды. Яғни 4-ке көбейтеміз. 1-ді 4-ке көбейтсек 4 шығады. Ары қарай 9-ші тапсырманы қарайық. Есепке. Асы 18-ді көбейтеміз. 87 мен 86-ның айырмасы. 87-ден 86-ны азайтсақ 1 болады. 18-ді 1-ге көбейтеміз, 18. Келесі 1-ді көбейтеміз. 100 бен 14-дің айырмасы. 1-ді 86-ға көбейтеміз, сонда 86 шығады. Ары қарай 25 қосу 19 бөлінген 1. 25-ке 19-ды қосқанда 44 шығады. 44-ті 1-ге бөлсек 40. Енді әсін қарайық, салысты. Қарайық, 1 көбейтілген 37 және 1 қосылған 37. Бұл жерде 1 қосу 37 артық. Өйткені 1-ге 37-ні қосқанда 38 болады. Ал 1-ге 37-ні көбейткенде 37. 9 бен 1-дің бөліндісі және 16 азайтылған 7. 16-тан 7-ні азайтқанда 9 болады. Сонда екеуі тең болады. Енді қарайық. В азайту В және В 1. Бұл жерде 1 артық. Өйткені В-дан В-ны азайтқанда 0 қалады. Ары қарай 10-ші тапсырманы қарайық. Бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па? Көбейтіндісінің мәні артық па? Бұл жерде бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық. Өйткені көбейтіндісінің мәні дәл осы санды құрайды. Мысалы 10-ға 1-ді көбейтсек 10, 30-ға 1-ді көбейтсек 30, 40-қа 1-ді көбейтсек 40, дәл солай. Дәл сол санның өзі шығады. Ал 1-ге қосатын болсақ, бұл сандардың бәрі 1-ге артады. 10-ға 1-ді қоссақ 11, 30-ға 1-ді қоссақ 31, сол сияқты. Қазір соны жазамыз. Жауабын осылай жазамыз. Бір саны мен әрбір санның қосындысының мәні артық. Өйткені
10 көбейтілген 1 10, 30 көбейтілген 1 30, 40 көбейтілген 1 40, 60 көбейтілген 1 60, 70 көбейтілген 1 70, 90 көбейтілген 1 90. Ал бірге қосып шығатын болсақ 11, 31, 41, 61, 71, 91 деген сан шығады. Салыстырамыз 10 кем 11-ден, 30 кем 31-ден, 40 кем 41-ден, 60 кем 61-ден, 70 кем 71-ден, 90 кем 91-ден. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.